Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып математика сабағы 66-ші сабақ. Бүгінгі сабақ көрден алдын каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың жіктелуі. Бүгін біз геометриялық фигураларды сызуды, жазуды үйренеміз, оларды анықтауды, жіктеуді үйренеміз. Бірінші есеп геометриялық фигуралар жиынына қара дейді. Бұл жиында неше элемент бар? Бірінші есепте оларды ата, оның элементтерін жиындарға бөл. Шыққан әр жиында ата және әріппен белгіле. Осы жиындардың элементтерін жаз дейді. Бұл жерде суретте берілген. Бізде мынандай фигуралар берілген. Осыларды жіктейміз және жиындарға бөлеміз. Бірінші жиынымыз бұл А жиыны деп алсақ болады. А жиын бұл нүктелер жиыны. Мысалы, бұл жерде 3 нүкте бар, көк нүкте, қызыл нүкте және күлгін нүкте деп алсақ болады. 3 элемент бар. Ал нүктелер жиынды. Ал В сызықтар жиынын алсақ болады. Сызықтарда түзу сызық бар, қисық сызық бар, мысалы мына қисық. Тұйықталған сызық бар, мына тұйықталған, тұйықталмаған сызықтар деп 4 элементті атаймыз. Ал үшіншісі С жазық фигуралар жиыны. Бұл жиында үшбұрыш, шаршы, дөңгелек, тік төртбұрыш және бесбұрыш жатады. Ал төртіншісі Д кеңістік фигуралар жиыны. Кеңістік фигураларға куб, конус, пирамида, цилиндр жатады. Ал соңғысы Ф бұрыштар жиынына тік бұрыш, сүйір бұрыш және доғал бұрыштар жатады екен. Осындай жиынға әрбір элементті жатқызамыз. Келесі екінші есеп дәптерге түрлі түсті қарындашпен нүкте белгілеп, кесінді сәуле, түзу, бұрыш, сынық және қисық сызықтар сыз. Сен қандай бұрыш сыздің? Мысалы, бірінші кесінді бұл нүктелермен байланыстырамыз. А және Б екі жағы нүктемен белгіленді. Кесінді деп атаймыз. Ал сәуле дегеніміз бұл бір нүктеден шыққан түзу сызықты сәуле деп атаймыз. Ал түзу дегеніміз бұл кәдімгі жерде теңізде жатқан түзуді айтамыз. Мысалы, мына жерде бұрыш деп, мысалы, мына тік бұрышты бұрыш деп атаймыз. Сынық және қисық дейді. Бұл жерде сынық сызықтар. Мынау сынық сызық болады, ал мынау қисық сызықтар болады екен балалар. Тұйықталған, бұл жерде кесінде тұйықталған және басқалар тұйықталмаған болады. Нүкте, мына жерде нүкте тұр. Нүктені осылай белгілейміз. Келесі үшінші есеп практикалық жұмыс. Партаға төмендегі фигуралардың модельдерін қойып, оларды салыстыр дейді. Дөңгелек фигура керек екен. Одан кейін кез келген көп бұрыш дейді. Мысалы, көп бұрышқа әртүрлі көп бұрыш жатқызуға болады. 5 бұрыш, 6 бұрыш, 7 бұрыш деген сияқты. Дөңгелек бұл бұрыш болмайды бұда, бірақ көп бұрышта бұрыштар болады. Келесі көп бұрыштармен тік төрт бұрышпен, төрт бұрышпен, тік төрт бұрыш. Мынау төрт бұрыш деп алсақ, мынаны тік төрт бұрыш деп аламыз. Бұны салыстыруға келемеміз. Бұлар ұқсас, төрт бұрышы бар, және төрт қабырғасы бар, екі төбесі бар. Бұлар ұқсас екен. Ал келесі көп бұрыштар дейді. Көп бұрыштармен бұлар әртүрлі бұрыштар көп. 5 бұрыш болуы мүмкін, 6 бұрыш болуы мүмкін. Мысалы, мынаны 5 бұрыш деп атаймыз. 5 бұрышы бар, мінекей. Қараңыздар, мінекей, мына жерде 5 бұрыш бар. Бұны 5 бұрыш деп атаймыз. Ал тік төрт бұрышпен шаршы, бұл да ұқсас, 4 бұрышы бар, 4 қабырғасы бар. Осылай бір-бірімен салыстырсақ болады екен. Тек дөңгелекте ғана бұрыш болмайды екен. Келесі есебіміз, төртінші есеп мысалдарды шығар. 72 азайту 32 жақшаның ішіндегін шығарамыз. Алдымен бірінші жол, екінші жол, екінші жақшаны шығарамыз. Үшіншісі, екі жақшадан шыққанда азайтамыз. 28 болады жауап. Келесі есебімізді қосып аламыз. Бірінші жақша ішіндегісін 28 32-ні қосып, одан кейін 70 пен 27-ні азайтамыз. Шыққан мәндерді бір-біріне азайтамыз. Жауабы 17 болады екен. Келесі 5-ші есеп. Есепті шығар. Мұз айдынында 36 ұл және олардан 4-еуі артық қыз сырғанап жүр. Мұз айдынында барлығы неше бала сырғанап жүр? Ұлдар 36, қыздар 4-еуі артық дедік. Енді шешуі барлығын табу қажет. 36 қосу
36 қосу 4 деп аламыз. 4 артық болды, 40 болады. 40-қа 36-ны қоссақ, балалар ұлдарды қоссақ 76 болады. Жалпы балалардың саны 76 болады екен. Келесі дәптерге торкөз сызықтарының қиылысқан жеріне жасыл және көк нүктелер белгіле. Мына жерге жасыл, мына жерге көк бояймыз нүкте, мына жерге жасылмен бояймыз, жасыл нүктемен. Сонда жасыл нүкте арқылы түзулер жүргіз дейді. Неше түзу жүргізуге болады? Мысалы, жасыл нүктеге түзулер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 сызық жүргізуге болады. Ал басы көк нүкте болатындай сәулесіз дейді. Неше сәуле сызуға болады дейді. Мысалы, бір сәулемені, 2 сәулені, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сәуле шығаруға болады екен көк нүктеден. Осы дәптердің тор көздерінің қиылысқан жерінен. Келесі соңғы 7-ші есебіміз фигураларды олардың қабырғалар санының өсу реті бойынша орналастыр дейді. Енді осы фигуралардағы әріптерден құралған сөзді оқы дейді. Фигуралардың олардың қабырғалар санының өсу реті бойынша, мысалы, С әрпіндегі фигура бұл 3 қабырға, 3 деп аламыз. П әрпіндегі қабырға 4 қабырға, 4 деп аламыз. Мұна өсіп барады, 3, 4. Келесі 5 қабырғалы ол О әрпіндегі, және П, Р әрпінде 6 қабырға, және Т әрпінде 7 қабырға екен. Сол кезде бізге спорт деген сөз шығады екен. Осы қабырғалардың өсу реті бойынша орналастырсақ, жауабы спорт сөзі екен. Спорт сөзі шығады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау шоу түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.